Сәлеметсіздер ме? Мен Абеуова Мейрамкүл Ашимовна, номер 25-ші жалпы білім беретін мектепте жаһандық құзыреттілік курсын жүргіземін. Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырылған 11-ші сыныптағы жаһандық құзыреттілік курсы бойынша сабақ беретін мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал. Жаһандық құзыреттік курсы бойынша мұғалімдерге арналған әдістемелік құралдың негізгі мақсаты мектеп оқушыларына нарықтық экономиканың маңызды ұғымдары, кәсіпкерлік негіздері, сұраныс пен ұсыныс, табысты кәсіпкердің дағдылары, маркетинг, қаржылық жоспарлау және модельдеу, жеке кірістерді басқару, отбасылық бюджет және оның жүргізу ережелері, жинақтарды құру тәсілдерінің мәнін қарапайым әрі түсінікті түрде жеткізу. Құрал жаһандық құзыреттер аясында оқушылардың экономикалық сауаттылығын арттыруға, олардың күнделікті өмірде кездесетін нарықтық қатынастарды дұрыс түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар, оқушылардың теориялық білімдерін практикалық тапсырмалар арқылы бекітіп, логикалық ойлау, талдау және шешім қабылдау қабілеттерін дамытуға баса назар аударады. Әдістемелік құралдың міндеттері келесі болып табылады. Білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша тапсырмалар ұсыну, экономикалық есептеулерді жүргізу арқылы ойлау дағдыларын қалыптастыру, оқушылардың белсенді қатысуын қамтамасыз ету үшін интерактивті әдістер мен технологияларды қолдану, оқушыларға топтық жұмыстар мен жобаларды ұйымдастыру, олардың жаһандық мәселелерді зерттеуге тарту. Міндеттерді жүзеге асырудың критерийлері мен әдістерін енгізу. Енді мынау жаһандық құзыреттік курсы 2 юниттен тұрады. Бірінші юнитте кәсіпкерлік және бизнес негіздері, екінші юнитте қаржылық сауаттылық деген бөлімнен тұрады. Әр оқытушы оқу процесін ұйымдастыру кезінде оқушыға жоспарланған тақырыптар бойынша білімді меңгерумен шектелмей, оның кәсіпкерлік дағдысын қалыптастыратын талдау жасау, қаржысын басқару, кредиттік сала мәселесін түсініп, қауіптерді ескеру, өзінің нақты өмірдегі қаржылық дербестігін жолдарын білу керек екендігіне назар аударады. Оқушылардың меңгерген білімі 2 жартыжылдықта сынақ деп бағаланады. Бірақ оқушысымен жұмыс жасағанда оның бастапқы білім деңгейі мен оқу барысында алған білімін қаншалықты өзгергенін міндетті түрде қадағалау керек. Сондықтан оқу процесіне оқушының өсу траекториясын қадағалау үшін төменде көрсетілген бағалау критерийлері енгізілді. Әрине, балдық жүйемен бағаланбайды ғой бұл балалардың әрекеттері. Соның өзінде де төмен, орташа, жоғары деңгей деп шартты түрде оқушылардың білімін бағалау қажет. Енді мына сіздерге слайдта көрініп отырған экономикалық және қаржылық сауаттылық есептеулермен жұмыс жасау критерийлері. Негізгі экономикалық ұғымдарды білу критерийі бойынша оқушы экономикалық терминдерді, мысалы, сұраныс, ұсыныс, инфляция, пайыздық мөлшерлеме, осыларды дұрыс түсінеді және қолдана алады. Қаржылық есептеулер орындау бойынша оқушы қарапайым пайыздық есептеулерді, мысалы, банк депозитінің пайызын есептеу, бюджет құруды және қаржылық жоспарлауды орындай алады. Деректерді талдау критерий бойынша оқушы экономикалық деректерді, мысалы, баға индексі, жұмыссыздық деңгейі талдай алады және олардың графиктер мен диаграммаға түсіре алады. Шешім қабылдау дағды критерий бойынша оқушы экономикалық жағдайларға байланысты, мысалы, инвестиция жасау, несие алу, шешімдерді қабылдауға логикалық және сыни ойлау дағдыларын қолдана алады. Бюджетті құру критерий бойынша оқушы жеке немесе отбасылық бюджет құруды, кірістер мен шығыстарды жоспарлауды, қаржылық мақсаттарды анықтауды және олардың жүзеге асыру жолдарын көрсетуге тиіс. Қаржылық тәуекелді бағалау деген уақытта оқушы инвестициялардың тәуекелдерін бағалай алады, сонымен қатар қаржылық шешімдердің ықтимал салдарын түсінеді. Экономика модельдерді қолдау деген критерий бойынша оқушы экономикалық модельдерді, мысалға дейік, ұсыныс және сұраныс моделі түсініп, оларды нақты өмірдегі жағдайларға қолдана алады. Практикалық дағдылар. Оқушы қаржылық құралдарды, мысалы, несие карталарды, инвестициялық қорлар қолдану тәжірибесінде және олардың артықшылығы мен кемшіліктерін түсінеді.
Этика және жауапкершілік критерий бойынша оқушы экономикалық шешімдердің этикалық аспекттерін және әлеуметтік жауапкершілікті бағалай алады. Технологияларды пайдалану. Бұл критерий бойынша оқушы қаржылық есептеулер мен анализдер жасау үшін заманауи технологияларды, мысалы, қаржылық калькулятор, мобильді қосымшаларды пайдалана алады. Логикалық және сыни ойлау себеп салдар байланысын анықтайды, ұқсастар мен айырмашылықтарын таба алады, өз ойын дәлелді жеткізеді. Диаграммаларды және графиктерді дұрыс оқу. Оқушы әртүрлі диаграммаларды бағандық, сызықтық, секторлық оқып, олардың қажетті ақпаратты шығара алады. Аналитикалық қабілеттер бойынша оқушы диаграммаларды талдай отырып, экономикалық және қаржылық тенденцияларды анықтай алады. Анықталған тенденциялардың негізінде ала отырып, болжамдар мен ұсыныстар жасай алады. Енді сіздердің алдарыңызда осы критерий негізінде оқушылардың әрекеті пайыздық көрсеткіш арқылы сипатталды. Әр критерийге сәйкес нәтижесі көрсетілді. Мына бағанда байқап отырсаңыздар, мынандай назар аударсаңыздар, кейбір критерий бойынша оқушы толығымен критерийді меңгереді. Мысалға, негізгі экономикалық ұғымдарды бұл критерий бойынша ең үлкен жетістікке қол жеткізілген. Себебі, өйткені біздің қарастырып отырған теориялық материал негізінде мектеп оқушының деңгейінде қарастырылған терминдер мен ұғымдар. Әйтпесе, былай алған уақытта экономика деген өте күрделі ғылымның біреуі, онда өте көп терминдер бар, бірақ біз оқушы деңгейінде жұмыс істегенге байланысты оқушы осы критерий толығымен меңгереді. Осының ішінде тағы да бір критерий бюджетті құру деген уақытта оқушы бұл критерий толығымен игереді, себебі өйткені ол өзінің ақшасын есептеуді үйренеді, жақсылап, жан-жақты салыстырмалы түрде теория білімді қамтып біліп алғаннан кейін толық игеріп осы бюджетті құру критерий бойынша жақсы жұмыс жасайды. Қалған критерийлер бойынша да едәуірлі өсуді көріп отырсыздар, мына не бойынша, кесте бойынша. Дегенмен де барлығы 100%-ға көтерілмесе де, бірақ балалардың жаңағы білім деңгейінде өзгеріс бар екенін байқауға болады. Енді жинақталған есептер экономика пәні бойынша өткізілетін олимпиада тапсырмаларын орындауға және қаржылық сауаттылық негізі мен кәсіпкерлік негізін біртұтас ретінде қарайды. Мысалы, практикалық тапсырма есеп шығару. Мына сіздің алдарыңыз слайдта есеп тұр. Сол есепті қазір біз жеке-жеке несін пунктпен талдаған уақытта жалпылама бұл есепті қалай шығару жолымен танысастыр. Сонда слайдтағы есеп шығару кезінде тепе-теңдік бағаны анықтау, мемлекеттік бағаны қалыптастыруына араласқан кезде қандай жағдайлар болатындығын, немесе кейбір салада әрекет ететін өндірушілерді санын көбейту, жігерлендіру үшін дотация беретін жағдайды, немесе салық мөлшерін көбейткен жағдайда нарықтағы болып жатқан көріністерді талданғанда. Миракулашына кешіріңіз. Иә. Демонстрация экранын қайттан қосасыз, шық кетіп тұр. Кешіріңіз, қазір қайттан қараймын қазір. Звук отырмады, звук топса звукты. Звук саха, звук мен болған. Көрінді ма демонстрация экраны? Мен дауысым шықпасын. Демонстрация экраны көрінді ма? Школда ма? Демонстрация экраны. Сәлематсыз. Жоқ, көрінбей. Көрінбей тұр. Звук шығып отыр. Мен білмеймін звук деген. Көрінді ма демонстрация экраны? Көрінді. Басынан баста көрілген жоқ па барлығы? Көрінген жоқ. Нені басынан бастап көрілді ма сіздерге демонстрация экраны? Бір рет көрінді. Бір-екі рет көрінді, сол кестеде дұрыс көрінбей қалып, кестеден жалғастыра берсеңіз. Рахмет онда айтқандарыңызға. Мынау кестеге қайта тоқтап кетейін. Мынау жаңағы жаһандық құзыреттік курсы бойынша шығарылған критерий бойынша оқушыларды екі жартыжылдықта ғана бағаланады ғой. Бағаланған уақытта бірінші жартылық сынақ, екінші жартылық сынақ деп бағаланады. Бірақ сонда да біз мынау арнайы терминдарды алып, төмен деңгей, орташа деңгей, жоғары деңгей деп оқушылардың істеген әрекеттерін, жасаған жұмыстарын бағалаған уақытта мынау жартыжылдық қорытындысы бойынша мынандай пайыздық көрсеткіш шығып отыр. Осыған қатысты айтып кететін дүние, мынау
негізгі ғана ұғымдарды білу деген критерий бойынша оқушы бұны толық меңгереді. Себебі өйткені біздің беретін экономикалық термин мен ұғымдар ол оқушының деңгейінде ғана берілген дүние болғандықтан бұл критерийді ол толығымен меңгереді. Сосын кейін бюджет құру деген критерий бойынша да бұны оқушы толығымен меңгеріп игереді. Себебі өйткені бүкіл теориялық материалды танысқаннан кейін, анықтағаннан кейін, өзара ой бөліскеннен кейін және топта отырған балалар осы тапсырманы орындаған уақытта толығымен бәрі игереді. Қалған критерийлер бойынша едәуір өсіп отырғанын көріп отырсыздар. Сонда мынау оқушының біз сабақтағы енді өсу траекториясын, сабақ беру барысында өсу траекториясын осылай көре аламыз. Енді негізінде мынау есепті талдауға тоқтап кетсем, мынау алдыңызда кешіріңіздер, есептің шарты мынандай дүние. Так, осы есепті толығымен талдауға тырысу керек. Мысалы, тауарға деген сұраныс және ұсыныс функциялары келесі түрде берілген. Келесі түрде берілгенде сұраныс функциясын Q-ды тең 700 алынған P, QS бұл ұсыныс функциясы 2P алынған 200 деп беріп отырмыз. Мұндағы P тауар бағасы, ал Q деген тауар саны 1000 данамен. Есептің шарты бойынша бізге тепе-теңдік бағамен тепе-теңдік сатылу көлемін анықтау керекпіз. Келесі шарты бойынша егер мемлекет органдар тауар бағасын 200 теңге мөлшерлемеде тұрақты бағамен тағайындаса, ұсыныс көлемін, сату көлемін және жетпеушілік дефицит мөлшерін анықтау керекпіз. Келесі шарты бойынша, егер мемлекеттік органдар тауар бағасын 500 теңге мөлшеріне тұрақты бағамен тағайындаса, тағы да нарықты зерттеп, қандай өзгерістер болатынын анықтау керекпіз. Келесі жағдайда сатылатын тауардың бір бірлігіне 150 теңге мөлшерде өндірушіге дотация берілген жағдайда нарықты талдап зерттейміз. Сосын кейін соңғы есептің шарты бойынша, егер әр тауар бірлігіне сату салығы енгізілсе, онда тағы да нарықта қандай жағдай болады екен, соны анықтауға тырысып көрейік. Бұны неге тоқтап отырмын, бұл есепке тағайтып кететін дүние. Негізінде мына осындай курсты оқығаннан кейін қандай да болса жоғарғы оқу орындарында олимпиадалар ұйымдастырады балаларға. Мысалы, бізде Қарағандыда Карагандинский экономический университет деген бір жылда осындай олимпиадаға балалар шақырады. Сол олимпиаданың тапсырмалары ішінде осындай мағыналы есептер болады. Соған қатысты мен осыған сіздерге ерекше тоқтайын деген сөзім ғой. Мысалы, бірінші есептің шарты бойынша не істеу керекпіз? Қараңыздар, бірінші есептің шарты бойынша тепе-теңдік баға мен тепе-теңдік сату көлемін анықтау үшін бізге берілген сұраныс пен ұсыныс функциялары сипаттайтын формулаларды жүйе ретінде қарастырамыз да, екі функцияның ортақ шешімін табамыз. Екі функцияның ортақ шешімін табу үшін біз екі функцияны бір-біріне теңестіреміз. Сонда теңестірген уақытта бағаны жаңа 300 теңге, ал өтетін тауардың саны 400 000 бірлік деп табуға болады есепті шығару барысында. Енді дейік, бұл есепті мына жерде графикте көрсеткен себебім, мынау негізінде олимпиаданың тапсырмалары ішінде берілген сұраныс ұсыныс функцияның графигін салып бер деген жағдайлар болып жатады. Соған байланысты графикқа жаңағы берілген функцияларды, сұраныс ұсыныс функциясының графигін салу үшін координатан жүйе салғаннан кейін OX осына біз тауардың санын қоямыз, Q, ал OY-ге тауардың бағасын қоймыз, прайс бағасын қоямыз. Сосын кейін формулаға P деген тауардың бағасының орнына сандарды қойған уақытта біз кәдімгі таблица ретінде мынау график салатындай мәлімет аламыз да, осындай график салынады. Мынау көрсетіп отырған сұраныс функциясы, а мынау келесі график ұсыныс функциясы. Енді жаңа теңдеу ретінде шығарғаннан кейін екеуін бір-бірін теңестірген екеуінің ортақ шешімі пайда болды. Мына қызыл нүктемен белгілеп қойдым. Сонда мынау баға 300 теңге болған уақытта 400 000 дана товар өтеді екен, осылай көрсете аламыз. Бұл есептің бірінші шартына сәйкес қойылған есептің шығару жолы. Енді дейік, есептің екінші шартына тоқтап кетейік. Мысалы, мемлекеттік органдар тауар бағасын 200 теңге мөлшерін тұрақты бағамен тағайындайды. Назар аударыңыз, біріншіде жаңа екі функцияны біз біріктіріп шығарған уақытта бағаны 300 деп шығарып қойдық қой. Мына жерде мемлекет араласып 200 теңгеде бағаны қойды деп ойлап көрейік. Бұл не үшін, қандай мақсатпен қойды деген
ой туындайды. Бұл жерде тұтынушыны қарапайым адамды қорғау мақсатында жаңағы бағаны мемлекет түсірді деп айтайық. Сол уақытта бұл нарықта не болады екен анықтау үшін не істейміз? Біз мынау осы 200 теңге деген бағаны әр функцияға жеке-жеке қоямыз. Мысалы, кудыға қойған уақытта 700 алынған 200 береді 500 тауардың санын береді. Ал ұсынысқа қойған уақытта жаңағы формуласы 2 алынған 200 болды ғой. Осыған П-нің орнына 200 қойған уақытта 400-ден 200 алғанда 200 дана тауарды уже өндіруші сатуға дайын екен. Мына графикте қарап жеріңіздер. Ұсыныс функциясында мінекей 200 тауарды осы бағада өндіруші сатуға дайын, ал алушы осы бағада 500 мың дана тауарды алуға дайын екен. Сонда қарап отырсаңыздар, мынау нарықта тауар жетпей жатыр. Алушы адам бар, сатушы жоқ. Өндірушінің ол бағада тауарды сатқысы келмейтін себебі мүмкін шығынын жаппайтын шығар. Соған байланысты сатылу көлемі 200 деп аламыз, ал дефицит мөлшері деп сұраса, осы жерде 300 дана деп береміз. Бұл сұрақтарды қоятын себебі адамның оқушының функционалдық сауаттылығына сәйкес жаңағы сатылу көлемі деп сұрауы да мүмкін, немесе дефицит саны деп сұрауы мүмкін. Сонда егер сатылу көлемі қанша десе 200 дегенде жауапты қояды бала, ал егер дефицит мөлшерін сұраса, онда 300 дана деп оқушы осылай жауапты қояды. Енді қарап отырсаңыздар, мына жерде әдейі мына қызыл сиямен мен көрсетіп қойдым. Мына жетпеушілік көлем товар мынандай көлемде жетпейді. 300 дана товар жетпейді. Бұл жағдайды нарықта дефицит деп атайды. Енді қараңыз, тауар аз, алушы көп. Осы жерде товар аз болғаннан кейін өндірушінің әрекеті бір қысқа мерзімнің арасында ол бағаны өсіреді. Енді алатын адамға керек болған ол баға өсіп сатып алады ғой. Осы жерде осы жағдайда экономика тілінде бүй деп атайды. Первая победа покупателя дейді. Продавца деп атайды. Яғни сатушының первый жеңісі деп атайды. Сонда осындай ситуацияларды байқауға болады. Келесі жағдай есептің шартында. Мемлекеттік органның тауар бағасын 500 теңге мөлшерінде тұрақты бағамен тағайындады. Тағы да ескертейін, бастапқы баға бізде бағана бірінші есептің шарты бойынша 300 теңге болған, енді мемлекет 500 теңгеге көтеріп отыр дейік. Тағы да себептерін талдап көрейік. Оқушыларға сұрақ қойғанда неге олай көтереді дегенде олар жауап беруі мүмкін. Ал өндірушіні қорғау мақсатында, мысалға дейік, немесе мынау әртүрлі жағдайлар жасап, жаңағы кейбір салада өндірушілерді жұмыс істеуге жігерлендіру үшін жаңа тауардың бағасын көтеру мүмкін жағдай деген жауаптары оқушылардың естуге болады. Сонда бұл есепті шығару үшін тағы да не істейміз? Мына 500 теңге деген ақшаның бірлігін формулаға қоямыз. Жаңа сұраныс формуласы қойған уақытта, сосын ұсыныс формуласы қойған уақытта біз осы жерде анықтаймыз. Баға 500 теңге болған уақытта 200 адам ғана 200 адам сатып алуға дайында, ал сатушылар жаңағы жерде 800 дана товарды сатуға дайын екенін көріп отырсыз. Осы жерде тағы да нарықта мынандай ситуация болады. Нарықта тауардың көбеюі, молдық деген ситуация деп атаймыз. Енді дейік, тауар өтпей жатқан жағдайда тағы да қысқа мерзімде, бұл жерде арнайы мерзім болды. Бүгін осындай жағдай болды, бірақ ертең баға өзгереді дегеніміз бір қысқа мерзім арасында өндіруші амалсыз жаңа бағаны түсіреді. Сонда бұл жағдайда экономика тілінде первая победа покупателя дейді, сатып алушының первый жеңісі деген сөзді айтады. Сонда нарықты осылай талдаймыз. Енді де есептің келесі шартына келген уақытта сатушыларға дотация берген кезде ұсыныс функциясына өзгеріс болады. Мінекей қараңыз, ұсыныс функциясы мына тұр. Өзгеріс енгізген уақытта біз жаңа 150 теңгеде дотация берді деп отырмыз ғой. Сонда келесі функция түрленген уақытта мынандай түрде болып шығады. QS тең 2P алынған 100. Енді дейік, біз жаңағы жерде нарықтың бағасын анықтау үшін осы жерде тағы да сұраныс пен ұсынысты теңестіреміз. Мына екі функцияны теңестірген уақытта біз бағаны 267 теңге домалатып алған уақытта, ал тауар саны 433 мың бірлік дегенге есептеп шығарамыз. Енді осы жерде тағы назар аударып жіберейік. Дотация берді мемлекет кәсіпкерге. Дотация берген уақытта байқасаңыздар, тауардың бағасы түсті. Бастапқы бірінші есептің шартында 300 теңге болған баға, мына жерде дотацияның арқасында уже түсіп отыр. Көріп отырсыздар ғой. Сонымен қатар сұраныс мына жерде өсіп отыр. Осы жерде тағы мынандай дүниені байқауға болады.
мынау баға өскен уақытта адамның сатып алу қабілеті түседі екен, ал өндірушінің тауар ұсынатын көлемі көбейеді екен. Оларды ұсыну заңы деп атаймыз. Енді есептің келесі соңғы шартына тоқтап кетсек, егер тауар бірлігіне мемлекет салық енгізген уақытта, ол тағы да ұсыныс функциясына өзгерістер болады. Ұсыныс функция түрленген уақытта жаңа бағадан 150 дегенді алып тастаймыз. Содан кейін шығарғаннан кейін жаңа теңдеуді алып шыққаннан кейін барып, екеуін теңестірген уақытта қайтадан жаңа бағаны алып шығамыз. П 400 теңге, ал ұсыныс көлем 300 мың дана. Сонда осы жерде тағы да назар аударып жіберіңіздер. Егер салықтың көлемі өскен жағдайда, ол көбінесе қосылған құн салығына қатысты сөйлейміз, онда міндетті түрде тауардың бағасы өседі екенде, ал енді сатып алу мөлшері кішкене азаяды екен. Сонда осы есептің барысында мынандай қорытынды жасауға болады. Нарық бағасының қалыптасуына мемлекет қатыспайды, бірақ кейбір жағдайларда бағаның өзгеруіне ықпал етеді. Мысалы, қосылған құн салығы өсірсе, онда тауар бағасы өседі. Енді дейік, бұл жерде не айтқым келіп отыр тағы да? Енді ал бағаның өсуі адамдардың өмір сүру деңгейінің сапасына әсер ететінін білеміз. Сондықтан туындаған мәселені жеңілдетіп немесе түбімен шешу үшін тапсырмалар мазмұны оқушылардың икемді құзыреттілігіне ие болу құндылыққа бағытталған. Осы оқулық жинақталған. Енді келесі слайдта тағы да мынандай тапсырмалар жинақталған. Қараңыздар, бизнесті ұйымдастыру түрлері деген тапсырма. Енді біз өзіміз нарық экономика жағдайында әрекет ететін фирмаларды топтаған уақытта біз 3 топқа бөлеміз. Шағын бизнес, ол дербес иелік, орта бизнес серіктестік деп шығарамыз, сосын ірі бизнесті акционерлік қоғам деп шығарамыз. Сонда бұл тапсырманың мазмұны мынандай болады. Осы иелікке байланысты фирмаға кім иелік етеді, жұмысты бастау үшін ақша қайдан алынады, фирманы кім басқарады, пайданы кім алады, егер фирма күйіп кеткен жағдайда жауапты кім береді деген сұрақтарды оқушыларға берген уақытта осы кестені толтырып кеткен, оларға мынандай дайын жауабын ұсынуға болады. Бұл дайын жауабы тағы оқулықтың ішінде берілген, әдістемелік құралдың ішінде. Сонда балалар өзінің жаңағы білім деңгейін саралай алады, өзінің жаңа жіберген қателерін, бірдемелерін толықтырып, осы кестемен жұмыс істеген уақытта өзіне өте көп мәлімет алады. Келесі тапсырма. Бизнесті ұйымдастыру тәсілдерін салыстырыңыз деген тапсырма. Олардың әрқайсысы үшін артықшылықтар мен кемшіліктерін жазыңыз дейді. Егер сіз өз ісіңізді ашу керек болса, сіз қандай тәсілді таңдайсыз, неліктен деген сұрақты. Соған байланысты бизнеске кіру тәсілі, бизнесті нөлден бастау, бастапқы капиталды тарту, қолданыстағы фирманы сатып алу, немесе франшизаны сатып алу деген осындай бизнестің ұйымдастыру тәсілдері көрсетілген. Осының артықшылық кемшілігі балалары тағы да талдайды, талқылайды, пікір алмаса, сосын кейін барып мына кестені толтырады. Енді бұл кестеге қатысты мынау тағы да жауабы оқулықтың ішінде берілген, балаларға таратып жаңағы жерде өзінің жауаптарын тексеруге мүмкіншілік жағдай туындатуға болады. Енді осы оқулықтың ішінде тағы да бір қызықты бір тапсырманың бірі экономикалық лаборатория. Экономикалық лабораторияда мысалға дейік, нарықтың атауы берілген. Сосын кейін сол нарыққа әсер ететін фактор берілген, оқиға. Сосын кейін осы оқиға сәйкес, осы нарықтағы жаңағы бастапқы графигін салып алғаннан кейін, оқиғадан кейін ол график қайда жылжиды, қалай өзгереді, сол уақытта жаңадан пайда болатын бағамен өтетін тауар санын талдауға болады. Енді мынау мысалы өткен аптада мынау интернет желісінде шегірткеге қатысты қандай шаралар іске асырып жатқан туралы мәлімдеме болды. Мен арнайы соны жаңа интернеттен алдым да осыған салдым. Қараңыздар, сонда мынау енді шегіртке деген, ол деген жаңғыз Қазақстанға қатысты дүние емес қой, бұл экологиялық мәселеде жаңағы жерде бір өзінің қауіпін төндіретін жағдай болса да, сонда осындай тапсырма, мына мен экономика лабораторияның ішінде тұр, қарап жүрсеңіздер. Қараңыздар, шегірткелер дәнді дақылға орасын зиян келтірді, сұйық май нарығында не болады деген уақытта мына жерге балалар графигін салып, тауардың бағасын анықтайды. Енді осынша ерекше бір тапсырмаға тоқтағым келіп отыр, ол нан нарығына
тоқтағым келді. Мысалы, келесі тапсырмада табиғи құбылыс жаңбырдың болмағанына байланысты. Ол деген бізге байланысты дүние емес қой. Жаңбырдың болмауы қазір осы биылғы жылдың өзінде де мына құрғақшылық болады деген болжам болып жатыр ғой. Сонда бұндай болжамдар әр жылдары әр уақытта болуы мүмкін. Соған байланысты, яғни жаңбырдың болмағанына байланысты астық шықпай қалғанда нан нарығын талдау жасауға болады. Яғни нан өнімдерінің бағасында қандай өзгерістер болуы мүмкіндігін анықтау, нан тұтынушының себетінің ерекше орнына ие болғандығына байланысты баға өскен жағдайда мемлекет қалай әрекет жасайтынын тоқтауға болады. Осы жерде мемлекеттің дотация береді деген сөздіге тоқтауға болады. Өйткені бағаны несінде көрдік қой, дотация берген уақытта тауардың бағасы түседі. Ал нан деген тағыдай бұл ерекше тағамның біреуі, тұтынушының себетіндегі соған байланысты осыны нан өндіретін кәсіпорындарға, нанмен шұғылданатын, астық егетін шаруашылықтарға мемлекет дотация беріп көмектеседі. Енді осындай тапсырмаларды орындау барысында өмірдегі болып жатқан жағдайларда тұтынушы, өндіруші, мемлекет арасындағы тығыз байланысты көруге болады. Енді тағы да келесі слайдта, мысалға дейік, келесі слайдта мынау бизнесті инновацияға мысал келтіріңіз. Өзіміздің ежелден келе жатқан кәсібімізді мал асырау, бизнесті осы түрмен шұғылданған кәсіпкерге қандай инновация ойлап табасыз деген уақытта балалардың да бұл жерде фантазиясы өте жақсы жұмыс істейді, өте көп өздерінің ұсыныстарын енгізе бастайды. Сонымен қатар мына оқулықтың ішінде зерттеу жұмыстарына арналған тапсырмалар берілген. Мысалға дейік, әртүрлі дерек көздерге сүйеніп анықтаңыз. Қазақстан банктері қандай кредиттер береді, Қазақстан азаматтары қандай кредиттер жиі алады, несиелеу пайызы отбасы үшін тиімді ме, несиелік пайыз мөлшерін анықтаңыз деген тапсырмалар бар. Енді несиеге қатысты жағымды, жағымсыз жақтары туралы мәліметтерге кестемен жұмыс істеуге болады. Одан кейін жаңағы несиелік пайызына қатысты пайыздық мөлшерлеме, депозитқа салған ақшаны қалай өсіру үшін қалай есептеуге болатын жолдарын көрсетілген арнайы формула бергеннен кейін жай пайызбен есептеу жолы, күрделі пайызбен есептеу жолы деген мәлімет берілген. Сосын кейін инвестиция түрлеріне, инвестиция түрлері қандай, инвестиция деген ол не, ол жаңағы жерде оның артықшылығы, кемшілігі, күтілетін қауіп деген тапсырмаға қатысты тағы да балаларға тапсырма беріп, оның жауабы оқулықтың ішінде тағы да берілген. Енді дағы айтып кететін дүниенің біреуі, енді мына жерде сонымен қатар осы әр тақырыпқа қатысты оқу әдістемелік құралда теориялық материал мен практикалық жаттығулар ұштастырылған. Әр тақырыпқа арналған практикалық тапсырма мысалдар мен есептер оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытады, әрі шынайы өмірдегі экономикалық процестерді бейнелі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл оқушыларға білімдерін шынайы өмірде қолдануға көмектеседі. Құрметті әріптестер, мынау кішкене уақытты енді шектеулі болғандықтан мен сіздермен бір-екі тапсырма талдайын деген ойымда болған, бірақ оны үлгермейтін түрім бар. Соған байланысты сіздердің енді өздеріңіз ойларыңызды айтып, кері байланыс алсам, жаңа осы оқу әдістемелік құрал туралы кері байланыс берсеңіздер. Саламатсыздар ма? Сөйлеуге болады ма екен? Болады, сөйлеңіз. Нұрмат мектебінен Садова Жазира Қазбекқызы. Мейрам мұғалім, сіздің бүгінгі алып отырған әдістемелік нұсқау өте жақсы. Неге дейтін болсаңыз, қазіргі кезде жаһандық құзыреттіліктің аясында бұлардың бәрі жоқ. Сондықтан бұл өте қажет деп ойлаймын. Бұл жасап жатқан құралыңыз. Бұл құрал арқылы балалар сұраныстың, ұсыныстың қандай екендігін, тепе-теңдік бағадан төмен болғанда қалай болатын, тапшылықтың пайда болатын, тепе-теңдік бағадан жоғары болғанда артықшылықтың болатындығы бәрін жақсы көрсетіп тұрсыз. Және бұнымен қатар сізде экономикалық лаборатория бөлімі бар екен. Бұл экономикалық лаборатория бөлімінде балалар нарықтық экономика кезінде өздерінің өмірде қолданып жатқан, болып жатқан жағдайын салыстырып біле алады. Яғни бұл деген сөз, функционалдық сауаттылығын біз бала оқушылардың сауаттылығын арттыра аламыз. Сондықтан мен өте қажетті деп ойлаймын бұл, қажет деп ойлаймын. Және
Бұнымен қатар қазіргі кездегі субсидияның, дотацияның берілу жағдайында да өте жақсы қолданып есептер беріп кеттіңіз. Бұл практикалық, мұнда жаһандық құзыреттікте бұның бәрі көп көрсетіліп айтыла бермейді. Сондықтан мен сіздің жаңағы жасап отырған әдістеме нұсқауыңызды мектеп өмірінде қолданса деген ұсыныс айтар едім. Еңбегіңіз жемісті болсын, бұндай нәтижелер бізге өте қажет. Рахмет сізге. Тағы да ойлармен бөлісетін адамдар бар ма? Кері байланыс берсеңіздер. Осы әдістемелік құралдың презентациясына қатысты. Саламатсыз ба? Мен айтсам. Мен айтсам болады ма? Болады. Бұл әдістемелік құралыңыз керемет өмірмен байланысқан екен. Сабақтарды жаңағы балаларға күнделікті сабақ өткен кезде қызығушылығын арттыруға ықпалы зор тиеді екен. Мен өзім қазір тыңдап отырып, қазіргі өзекті мәселе жаңағы ипотека, есептеу, барлығы қызықты тақырып қой балаларға. Өмірде қолданыла алады. Керемет, осы әдістемелік құралды жаңағы біз Жетісай ауданынанбыз. Жетісай ауданына дейін бізге дейін тарқатсаңыз деген ұсыныс айтқым келеді сізге. Шығармашылық табыстар тілеймін. Керемет, баланың осы пәнге деген қызығушылығын одан да жоғары арттыруға ықпалы мол әдістемелік құрал болар еді. Бұл әр мұғалім сабақ өтетін кезде оқулықтың жоқтығынан жаңағы кейде пәндерге қызығушылығын оята алмай жатады. Бірақ осындай қазір қаншама тақырыптармен байланыстыруға болады деп осы жерде мен қызығып тыңдап отырмын. Біраз жерден түртіп алдым өзіме. Қызықты мәліметтер алып, балаларды сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын арттыруға керемет әдістемелік құрал. Үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Алдарыңыз қалай, Мейрам Күләшимовна? Мен жаңа дұрыс қосыла алмай, біресе соткадан енді кіріп отырмын. Бірақ арасында тыңдап отырмын, керемет құнды дүние ұсынып отырсыз. Сәттілік, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Тағы да хабарда болармыз деген ойдамыз. Керемет жақсы дүниелер жасаған екенсіз. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Жылы лебізіңізге. Рахмет. Құрметті әріптестер, тағы айтатындарыңыз бар ма? Рахмет. Көп күшті ақпарат естідік. Жұмысыңыз жемісті болсын. Рахмет сізге. Сонымен құрметті әріптестер, енді мен өзімнің осы дайындаған мұғалімдерге арналған оқу әдістемелік құралды сіздердің назарларыңызға ұсындым. Енді әр уақытта мен қолжетімдімін, керек болған уақытта материалды сіздерге салып отырмын. Толығымен осы жұмысымды жібере аламын электронный вариантын. Ішінде тағы қайталап айтып кетейін, теориялық материал мен практикалық тапсырмалар бірге ұштастырылып жинақталынған. Яғни теориялық материал, оның артында берілген есептер, зерттеулер, тесттер, сосын кейін жаңағы бизнес кейстерді талдау, соның бәрі ішінде берілген. Керек десеңіздер, мен әр уақытта сіздерге беруге, бөлісуге дайынмын. Енді тағы да пікір айтатындарыңыз бар ма? Уақыт кішкене таянып келе жатыр, уақыттың қазір бітеді конференцияның. Құрметті әріптестер, онда сіздерге үлкен рахмет. Мынау шақырған конференцияма қатысып, ойларыңызды айтып, мәселеге қатысты пікірлеріңізді айтып, өте үлкен рахмет сіздерге. Сіздерге де мен денсаулық тілеймін, жемістілік тілеймін жұмыста, әр уақытта биіктен көріне беріңіздер. Рахмет. Жақсы, Мейрам апай, өзіңізге көп рахмет. Бет шеберіңіз қорғап алуыңызға тілектеспін. Рахмет. Көп ақпарат алдық. Сіздің де еңбегіңіз жемісті болсын. Оқушыларға өте тиімді ақпараттар, қайшама керекті тапсырмалар дайындаттыңыз. Еңбегіңіз жемісті болып,
әрқашанда оқушыларыңыздың ұстаздардың ортасында беделді болып жүре беріңіз. Үлкен рахмет сізге, үлкен рахмет. Иә, Осындай өте керемет ақпараттар бізде Жетісай ауданы Түркістан облысынан өзімізге түртіп алдық көп нәрсені. Бізбен бөліседі деп сенімдіміз материалдармен. міндетті түрде жіберемін сіздерге барлығын. Рахмет қатысқандарыңызға, мені қолдағандарыңызға үлкен рахмет сіздерге. Сіздерге барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Әр уақытта биіктен көріне беріңіздер. Рахмет. Менен конференцияны 1 минуттан азап қалды, бітіремін. Сау болыңыздар, рахмет. Рахмет көптен көп. Көп рахмет. Өте жақсы Рахмет. өтті. Рахмет. Рахмет. Жерлестерімді көріп мәз болып отырмын. Рахмет, аха.